74-те 74 рублін 430 теңге қылып алдым. Яғни 430 теңге дейтін кез келген адамның тарифінің былайша айтқанда 4-тен бірі. Яғни айына 2 рет немесе 3 рет тұтатын болсаңыз, уже сіздің тарифіңіз бар деген сөз. Бұл 75 рубль ең аз ақша ойнатылатын. 75 рубль, 100 рубль, 150 рубль, сосын 200 рубль. Сондай 4 түрлі ақша ойнатылады. 200 рубліңіз почти 1200 теңге болады, алтыға көйтсеңіз. Көрдіңіздер ме? Нормальный ақша, ештеңе істемей. Просто бұл бонус, былайша айтқан. Мінекей, мынау менің алғашқы шығарған ақшам. Осы видеоның астында ссылкаға міндетті түрде осы сайтты қойып кететін болам. Сол арқылы өтіңіздер, тіркеліңіздер. Ақшаларыңызды шығарсаңыздар, маған жекеге жазсаңыздар болады. Өзімнің WhatsApp нөмірімді де, өзімнің Instagram'ды барлығын қойып кетем. Кез келген сұрақтарыңыз болса, маған жазсаңыздар болады. Любой сұрақтарыңыз болса. Яғни көбі мысалға орысша тапсырмалар түсінбей жатады. Бір жағынан орысшаңызды дамытасыз, екінші жағынан ақша табасыз. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен қазір осы SEO бонус бот жайлы түсіндіріп кетейін болады. Мынау менің ең алғаш ақшамды ұтқан кезім, яғни 75 рубль ұттым. Өзім ақшамды ұтып, бұл сайтты тексердім. Ақшаны төлейді, және тапсырмалары оңай. Ешкім подписаться етпейсіздер. Просто 3-4 скриншот жасап, жіберіп отырасыздар. Яғни былайша айтқанда сіздер сайттарды тексересіздер. Ол қалай екенін түсіндіріп кетемін қазір. Мінекей мынау менің ұтқан кезім. Ұтқан кезде мынандай деп сообщение келіп тұр мысалға. Внимание, участили в случае мошенничества, яғни осы боттың арнайы группасы бар. Бұл ботқа 11 мыңнан астам адам тіркелген. Бірақ оның тек әр кетсе 2 мың мен 3 мыңның арасында, мінекей 3700 адам қатысса, кейде 2 мың бірдеңе, яғни тек азғантай бөлігі 3-тен бірі былайша айтқанда 3-тен бірі ғана қатысады. Яғни кейде 200 победитель, кейде 100 победитель. Яғни шанс нормальный. Бір айдың ішінде кем дегенде күн сайын 5 минутыңды құртып, күн сайын кіріп тұратын болсаң, примерно бір айда 5 рет, 4 рет ұтуға болады. Яғни единицаңның ақшасын шығаруға болады. Так, мен бұған көп уақытым кетпейді, қазір түсіндіріп жіберейін, қандай тапсырмалар орындайтын. Мінекей ішіндегі тапсырмалар өте оңай. Мынау менің 6 күн орындағаным. Yandex.ru дейді. Яғни Yandex.ru-ды ашасыз. Мінекей көрініп тұр. Осыны тапсырманы мына жерде дұрыстап оқып алу керек. Откройте Яндекс по адресу yandex.ru деп тұр. Yandex.kz деп тұрса, kz деп ашу керек. google.com деп соны аш десе, сол комды ашу керек. Google.ru-ды аш десе, Google.ru-ды. Яғни бұл жерде орындалған зат өте маңызды. Соны дұрыстап орындау керек. Мінекей мен Yandex.ru-ды аштым. Местоположениені настройканың ішінен Москваға өзгерттім. Мінекей мына жерде көрініп тұрған шығар, Москва деп өзгерттім. Соның скриншотын жіберіңіз дейді. Пришлите скриншот, на котором виден выбранный регион. Яғни олар мысалға осы Москвада сол күні қандай температура болды, жаңалықтарға қандай жаңалықтар шығып атты, соларды тексеру үшін осылай тапсырма береді. Так, содан соң мына поискке, Яндекстің поискіне бесплатный VPN, Find VPN деп жаз дейді. Мен жаздым, мінекей скриншотын жібердім. Так, тоқтатып қойын кішкене. Мінекей мынау мен барлығы соткамнан істеп отырмын. Бұл өз сондай программа, яғни менің телефонымдағы затты ноутбуктан көрсететін программа. Так, мінекей. Откройте любой сайт из результатов, кроме findvpn.org дейді. Яғни мінекей VPN, Mentor, Wizkate, бірдеңе, в общем, сондай сайттар көп. Мен солардың біреуін аштым, соң скриншотын жібердім. Мысалы, VPN Mentor'ды ашыппын, мінекей скриншотын жібердім. Так, мінекей. Ваши задания отправлены на модерацию. В общем, модерацияға
өздері уақыттары мысалға қиын задание болса, мысалға через андай VPN арқылы істейтін заданиялар болса, 1-2 минуттан, яғни 1-2 сағатқа шейін ба көбейіп кетеді уақыты, тексеретін уақыт. Ал егер осындай қысқа заданиялар болса, 1 минут, 1,5 сағаттың ішінде бір шансыңызды береді. Яғни бір заданияға бір шанс. Ал егер VPN мен орындайтын болсаңыз, 2 шанс береді. Так, мен өзімнің дәл қазіргі шансымды көрсетейін. Неке. Ваш шанс за 20.02 8. Яғни мен таңертең мен осы ботқа мысалы өзім мына жерді басып көрсетіп қояйын қазір. Уведомление дейтін, яғни уведомление қойып қойдым. Яғни бұл ботқа маған сообщение келеді ғой. Ол бірден менің экраныма шығады. Мен WhatsApp-қа кіріп отырсам да, мен Instagram шұқылап отырсам да, мен заметке қарап отырсам да, или менің соткам сөніп тұрса да, маған тың етіп бірден сообщение кіреді. Мен кірем, сосын бұның ішіндегі заданиясын орындап тастаймын. Мысалға Google-ға кіріп, осылай ізде, соң скриншотын жіберем. 5 минутым кетеді. Күніне максимум әр кетсе 3-4 задания орындай аласыздар. Яғни 3-4 шанс, тіпті күніне 1 шанспен де ақша ұтып кетуге болады. Бұл жерде енді бұйырғанына байланысты. Яғни күнделікті орындап тұрған адамның шансы көп болады. Так, мен қазір өзім ұтқан ақшамды көрсетіп жіберейін. Неке, мынау мен алғашқы осы SEO бонустан шығарған ақшам 450 теңге деп ойлап едім, сөйтсе 430 теңге шығарттым бар болғаны. Так, неке 74 рубль. Неке бұл ақшаның қайдан келгенін көрсетейін. Неке мен 6 күнгі жаңа көрсетіп отырдым ғой. 6 күні ұтқаным. Яғни мен просто Қазақстан, Москвада болғандықтан сіздердің ақшаңыз Kiwi кошелекқа 1-2 күн кешігіп келеді, бірақ нақты түрде төлейтін мен өзім мінеке көрдім. Яғни мен 5 күнге ұттым, 6 күні ақшаға шығаруға өзімнің Kiwi кошелегімді жазып жібердім. Маған 7 күні түсті деймін. Міне 7 февраль күні. 7 февраль күні түсті. Мен ештеңе істеген жоқпын, просто жаңағыдай скриншоттарды жіберіп отырдым, болды. Күніне әр кетсе 2-3 скриншот. 3 күні бастадым мен, сөйтіп 3 күн бойы заданияларды орындадым, болды. Осы айдың ішінде бұйырса, мысалы 450 единицы былай. Единицы деп айтайын, енді бұлдан ұтып алғаныңызды бірден единицы қылып тарифіңізге салып алсаңыз болады. Мінеке 75 рубль келді. Мінеке мен ол 75 рубльді конвертация жасадым, рубльдің курсына көбейтіп. Яғни бұл Kiwi'дің ішіндегі курс, мысалға Kiwi өзі қалай біледі, қалай қоятын курсты. Азайтып қоя ма, көбейтіп қоя ма. Бірақ енді среднем сол кәдімгі банктердегі курспен бірдей болады. Яғни менің 75 рублім, тек 74 рублін 430 теңге қылып алдым. Яғни 430 теңге дейтін кез келген адамның тарифінің былайша айтқанда 4-тен 1. Яғни айына 2 рет немесе 3 рет тұтатын болсаңыз, уже сіздің тарифіңіз бар деген сөз. Бұл 75 рубль ең аз ақша ойнатылатын. 75 рубль, 100 рубль, 150 рубль, сосын 200 рубль. Сондай 4 түрлі ақша ойнатылады. 200 рубліңіз почти 1200 теңге болады, 6-ға көйтсеңіз. Көрдіңіздер ме? Нормальный ақша, ештеңе істемей. Просто бұл бонус, былайша айтқанда қарап тұрсаңыз. Күніне кіріп, былай постоянно орындап отырмайсыз ғой. Заданияны да күнде бере бермейді. Бірақ бұлай бонус ретінде 300, 500, 1000 теңге, 700 теңге ешкімге артық етпейді. Артық ақша ешқашан артық болмайды ғой адам үшін жалпы. Так, мен мына жерде өзім қайтадан соткамды көрсетіп жіберейін. Дәл қазір мен өзім увеличить шансты басып көрейін. Маған қазір 30 секундтың ішінде задание берем екен. Мен дәл қазір сіздердің көздеріңізше орындап көрсетейін. Так, сосын бұл жерде айтып кететін зат. Мына жерде партнерская программа дейтін бар. Яғни сіз осы жобаға, мысалға, өзіңіздің ссылкаңыз арқылы бір адамды шақырсаңыз, ол үшін сізге бір шанс беретін болады. Бір шанс, сосын, мысалы, Қазақстанның адам үшін 0,30 рубль. Яғни сіздің қай жақтан екеніңізді қайдан біледі? Мысалы, сіз
осыған кірген кезде, тіркелген кезде отправить номер, мына увеличить шанс дейтіннің орнында сіздерде отправить мой номер телефона дейтін болады. Так, мінекей мен әдейі мына жерге қазір клавиатураны өзгерттім. Көп адам ол қайда тұрады деп білмей атады. Мінекей мына 4 кнопканы көріп тұрсыз ғой. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде мінекей мынандай болып шығады. Увеличить шанс. Мысалы, сіздерде бұл жерде ең бірінші кірсеңіз старт деп тұрады, немесе участвовать в розыгрыше деп тұрады. Сосын призи и шанс деп тұрады обязательно. Сосын партнерская программа. Яғни өзіңіздің досыңызды немесе танысыңызды шақырып, плюс бір шанс, яғни оның да ақша табуына көмектессеңіз болады. Так, маған задание келмей жатыр, яғни мен бүгінге 2-3 задание орындап тастадым, сондықтан болар. Яғни мінекей мынау менің шақырған адамдарым. Еш қиындығы жоқ, оп-оңай, күніне 5 минутын құртып ақша табу, былайша айтқанда. Мінекей мынау менің алғашқы шығарған ақшам. Осы видеоның астында ссылкаға міндетті түрде осы сайтты қойып кететін боламын. Сол арқылы өтіңіздер, тіркеліңіздер. Ақшаларыңызды шығарсаңыздар, маған жекеге жазсаңыздар болады. Өзімнің WhatsApp нөмірімді де, өзімнің Instagram'ды барлығын қойып кетем. Кез келген сұрақтарыңыз болса, маған жазсаңыздар болады. Любой сұрақтарыңыз болса. Яғни көбі мысалға орысша тапсырмалар түсінбей атады. Әсіресе мектептің балдары бір жағынан орысшаңызды дамытасыз, екінші жағынан ақша табасыз. Жақсы, сау болыңыздар. Тезірек ұтыңыздар, күн сайын ұтыңыздар. Айына кем дегенде 10 рет ұтыңыздар.